Қайырлы күн, құрметті жерлестер, түркістандықтар. Бүгін 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен барлығыңызды құттықтаймын. Және де құттықтай отырып, біздің Түркістандағы алғашқы мұз айдынына шақырамыз. Мұз сарайының есігі бүгіннен бастап айқара ашық. Демалыс күндері күндізгі сағат 12-ден түнгі 24:00-ге дейін, және де жұмыс күндері кешкі сағат 8-ден түнгі 24:00-ге дейін. Бәріңізді күтеміз. Я Каримов Ильмир Талгатович, старший тренер по хоккею в Ледовом дворце Туркестана. Сейчас идет набор в детскую спортивную школу. Приходите, мы всем будем рады. Я сам мастер спорта СССР по хоккею. Проиграл 20 лет в разных командах Советского Союза. Сейчас приехал из Чимкента поднимать хоккей в Туркестане.